Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай құрмадан жасалған кереметтей десертті қалай әзірлеуге болатындығын көрсететін боламын. Көбіне біз шоколадты құрмаларды жеп қоямыз да, ауыз қуыратын ақшылдау құрмаларды көбіне қалып қойып жатады. Соны пайдаланып, осындай дәмді десерт жасауға оп-оңай. Ендеше кірісейік. Ең алдымен осылайша іріктеліп қалған немесе шоколадты емес құрмаларымыздың барлығын сыртқы қабығынан ашып, ішіндегі тастарынан барлығынан тазалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Мінекей осылайша тазалап, турап алып, бір табаға салып жинақтаймыз. Содан кейін блендердің көмегімен езгілейтін боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей барлығын осылай езіп болғаннан кейін табамызға құйып алып, жай ғана оттың үстіне до кипения, яғни қайнағанға дейін араластыратын боламыз. Осы аралықта жарты шай қасық лимон қышқылын саламыз және 20 мл суға ерітілген желатинімізді сүзгіштен өткізіп құятын боламыз. Мінекей лимон қышқылын салудамын. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін осылайша суымызға желатинімізді салып, микроволновканың көмегімен ерітіп алуыңыз қажет болады. Және де оны сүзгіштен сүзіп барып құйғаныңыз дұрыс, себебі түйіршіктері түспеуі қажет. Мінекей құйдық және тағы араластырып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Мінекей дайын консистенцияны өзіңіз қалаған формаға құйып, тоңазытқышқа 1,5-2 сағат көлемінде мұздатып алатын боламыз. Сол кезде желатиннің көмегімен бұл консистенция қатады. Мінекей десертіміз дайын болды. Ыдыстан оңай түседі, немесе пышақтың көмегімен жан-жағын сәл босатыңқырап жіберсеңіз болады. Осылайша доскаға салып, пышақтың көмегімен кесіп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Ауыз қуыратын құрма туралы мүлде ұмытып кетесіз, сондай дәмді және нәзік болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.